ismim Rahmet Mevlüt, жасым 10'da. Менің арманым актриса болу. Мен телевизорға түсуді 7 жасымнан бастадым. Çok oturan şıkkınların zarası, haksın diye kumunu işin babası. Мұқағали Мағатаев отан туралы, мен оны түнін сүйем, күнін сүйем, ағында өзен, асқан тау гүлін сүйем, мен оны қасиетті тілін сүйем, мен оны құдіретті үнін сүйем, бар жандығын сүйем, қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған, жаным менің кеудемде жарып шыққан, бостауғай болып шырылдаған, отан бәріне биік екен, мен оны мәңгіге сүйіп өтем. Отанымды сүймегенде күйік екен, отанымды сүйгенде күйік екен. Неге мен киноға түсіп жатқан кезде апортқа барып қыдырып келесіңдер? Шеше, сен бақытсың, құламадың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Право, я жаста сұңқармын. Қажымас қашық жолға тұлпармын. Үйілген өлексені өрге сүйреп, шығарма қыр басына мүкәр. Болашақ арманым актер болу, Голливудта звезда болу. Сондықтан қарным ашпаса да, ұйқым келіп тұрса да, мен осы киноға барамын. Қазір сағат түнгі 3, бірақ мен сол киноға барып, түсіп, режиссердің көңілінен шығамын. Достар, Аңыз фильм киностудиясының кастингіне қатысып, бізге сенім артқандарыңызға рахмет. Бұл кастингтің мақсаты Аңыз фильм киностудиясының актерлық базасын қалыптастыру, яғни кастингке қатысқан әрбір бала біздің актерлық базамызда сақталады. Сонымен бірге, алдағы уақытта біз балаларға арналған тарихи, фантастикалық, отбасылық тәлім-тәрбиесі бар, балалардың жан дүниесіне жақын фильмдерді түсіруді қолға аламыз. Біздің YouTube, Instagram, әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, пікір жазып, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Біз сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқимыз, қараймыз. Сәттілік, достар!